бәріне сәлем. Бүгін мен өзімнің домбыра мұғалімінен интервью аламын. Нұрболат ағай, өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Менің есімім Нұрболат, Тараз қаласының тумасымын. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының халық аспаптар бөлімінің домбырашы, әртіс болып жұмыс істеймін. Онда интервьюімізді бастайық. Менің бірінші сұрағым, ағай, сіз домбыраны ойнауды қашан бастадыңыз және де неше жастан бері ойнап жүрсіз, және де неліктен бастадыңыз? Домбыраны қателеспесем 13 жасымда бастадым. Ең басында домбыра үйірмелеріне қатысып бір жылдай жүріп, кейін ата-анам қызығушылығымды көріп, Қарағанды қаласындағы мамандандырылған музыка мектеп-интернатына оқуға берді. Сол сәттен бастап домбырамды жалғастырып, мамандығым ретінде жұмыс істеп жүрмін қазір. Жауабыңызға көп рахмет. Екінші сұрағымызға көшейік. Сізге домбыра сабағын басқаларға оқыту ұнайды ма және де неліктен? Домбыра сабағын әрине басқа оқушыларға үйреткен ұнайды. Өйткені өз ойнап жүрген аспабымды басқа адамдарға үйреткенде оларға да ұнап жатса, неліктен ұнамасқа. Әрине оқушының қызығушылығы жақсы болып қызығып тұрса, маған одан да қатты ұнайды. Содан мен қалай айтсам болады, ләззат аламын деп айтсам да болады. Және де сізге ағай, басқа оқушыларға, сіздің оқушыларыңыз көбейе берсін. Мысалы, бізге де, маған да қатты ұнап жүрсіз, бізге сабақ бергеніңіз. Сол сізге сәттілік тілеймін. Үшінші сұрағымызға көшейік. Қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Басқаларға үйреткен, оқытқан кезде қандай қиындықтар болады? Әртүрлі жағдайлар болады. Көбінесе баланың кішкентай жастан үйреткен кезде кішкене қиындықтар туындайды. Ол домбыра сабағын үйрету дегеніміз, ол мұғалімдік қана қасиет болмау керек. Ол жерде тәрбие беру жағынан да қасиетін болу керек. Өйткені әртүрлі бала әртүрлі болады. Біреудің мінезі басқаша болады. Әрқайсының көңілін тауып, соның ыңғайына қарай жұмыс істеу керек. Сол кезде баланы түсінетіндей қылып үйрету керек. Сондай жақтары бар, бұлай ешқандай қиындықтар жоқ. Көп рахмет ағай. Біздің келесі сұрағымыз, қалай ойлайсыз, шетел мамандарына, адамдарына домбыра тартуды үйрете аламыз ба? Алуға бола ма? Қиындықтар туындай ма? Әрине, тілді білсең, ол ел азаматының тілін біліп тұрып, сол кісімен тіл табыса біліп, оған түсіндіре алатын болсаң, оның ешқандай да қиындығы жоқ. Айтады ғой, енді музыкада тіл жоқ деп. Сол музыкада тіл жоқ, сондықтан оның ешқандай қиындығы жоқ. Оларды үйрету үшін қандай тәсілдер мен методтарды қолдануға болады? Ол кісілерді үйрету үшін ең бастысы ол қазақтың тарихын білу керек. Ол кісілер енді күйді тыңдап, өздері қызығушылық арттырмаса, енді ең бастысы қай салада болсын, қай затты үйренердің алдында сенің қызығушылығың болмаса, ол кісіні үйрету қиын болады. Енді қайтып орала келсек, сол тілді біле тұра үйретсең, ол ешқандай да қиындығы жоқ деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз ағай, қанша уақыт кетеді, мысалы, ай, күн, жыл, неше күн аралығында үйретуге болады? Шетел азаматтарына. Енді жоқ дегенде бір айдан 3 айға дейін үйреніп шығуға болады. Енді оқушы күнделікті дайындалып, өзі қайталап үйреніп жатырса, сол уақыт аралығында үйренуге болады. Қалай ойлайсыз, оларға қандай күй қызықты әрі де оңай болады үйренуге, мысалы, ерке сылқым ба, ерке май ма? Қазақта күйлер көп қой, 1000-нан астам күй бар. Солардың ішінен енді елге танылып жүрген күйлерді үйреткен дұрыс деп ойлаймын. Ел аузында бар, ел тыңдап жүрген күйлерді, сол мысалға көп шетел азаматтарына біздің сол Құрманғазының адай күйлері бар, балбырауын күйлері бар. Сен айтып отырған ерке сылқым, көңіл толқыны деген күйлерді білгендіктен, енді жаңа азаматтың сұрауы бойынша сол күйлерді үйретуге болады. Бірақ бұл күйлерге келу үшін де алдын ала жеңіл күйлерден бастап, жаймен
бастау үшін ең оңайы ерке сылтым. Ерке сылтым емес, ерке май. Енді оны күй деп те айтуға болмайды, ол бастапқыда сол оқушының қолын жаттықтырып, ыңғайын келтіру үшін ең басында үйренетін жай. Ол негізі күй де емес, ол ән ғой негізі. Сол әнді домбыраға түсіріп, адамның қолының ыңғайына, енді көптеген ол күйлер бар, мысалы келіншек деген күй бар, кеңес деген күй бар, сол күйлерден де бастаса болады. Көп рахмет ағай. Келесі сұрағымыз, қалай шетел адамдарын домбыраға деген қызығушылығын арттыра аламыз? Қызығушылығын шетел азаматтарына, енді ең бастысы сол бірінші ол кісілерге тыңдатып, қазір заман дамып жатыр ғой, әртүрлі электрондық музыка болып жатыр. Енді қазір күйді дегенмен шетел азаматтарын былай ала тұра, біз қазір өзіміздің жастарымыз сол күйлерімізді тыңдауға кішкене қиындау болып жүр. Сол үшін енді ол барлығы өзіміздің қолымызда. Ойлаймын, сол біздің өз күйлерімізді кішкене жаңаландырып, қазіргі заман талабына сай қылып, эстрада стилінде жеткізуге болады. Мүмкін сол жағынан қызығып, өз күйлерімізді орысша айтқанда модернизировать етіп, кішкене сол жақтарынан қызықтырсақ болады. Осымен менің сұрақтарым аяқталды. Біздің интервьюіміз де аяқталды. Ағайға көп рахмет. Ағайға енді сәттілік тілейміз. Және де ағаймен біз қазір ерке сылқым деген күйді ойнаймыз. Ағай, сіз осы күйдің тарихын білесіз ба? Бұл күйдің, қателеспесем, шын өтірігін білмеймін, бірақ естуім бойынша айтайын. Әбдімомын Желдібаев атамыз енді кезінде ауылында жүрген кезде бір қызға ғашық болып, сол қыздың сұлулығына тамсанып, сол кісіге арнап ерке сылқым күйін арнаған екен. Сол күйді орындап берейік.